Сонымен келесі бізде жамбас сүйектердің анатомиясы. Жамбас сүйегі негізінен 3 сүйектен құралады. Жамбас сүйегі ол біріншісі мықын сүйегі, ос илиум мықын сүйегі. Одан кейін екіншісі қасақа сүйегі, ос пубис. Және де одан кейін шымданялық сүйек, ос исши орналасады. Бұл 3 сүйек 18 жасқа қарай бір-бірімен бірігіп бір жалғыз сүйекті құрайды, яғни жамбас сүйегі. Енді осылардың әрқайсысына жеке тоқталатын болсақ, біріншісі бізде бұл мықын сүйегі, ос илиум. Ода біз екі бөлігін ажыратамыз, яғни ол денесі, корпус осис или мықын сүйегінің денесі, және де мықын сүйегінің қанаты, аля осис или. Одан кейін қанат тәрізді қанатында біз екі бетін ажыратамыз. Ішкі беті фациес интерна және сыртқы беті фациес экстерна. Одан кейін ішкі бетінде біз нені көреміз? Ішкі бетіне қараған кезде фосса илиаканы көреміз. Яғни мықын сүйегі бұл шұңқырға қарап орналасқан, шұңқырға ұқсап орналасуына байланысты бұл жерде мықын шұңқыры деп аталады. Яғни фосса илиака. Одан кейін құлақ тәрізді бетті көреміз. Фациес аурикулярис. Егер естеріңізде болатын болса, 8 күзде өткен кезде біз айтқан болатынбыз, фациес аурикулярис, яғни екі шетінде, латераль шеттерінде орналасқан болатын. Бұл жерде фациес аурикулярис, яғни екі сүйектегі фациес аурикулярис бір-бірімен бірігіп, бұл екі сүйек бірігіп буын түзеді, яғни 8 көз мықын буыны пайда болады. Практикалық тұрғыда өте аз қозғалады, не болмаса тіпті қозғалмайды. Одан кейін біз көретініміз бұл мықын будырмағы, яғни туберсидиас илиака. Одан кейін біз қанаттың жоғары жағында не көреміз? Қанаттың жоғары жағында екі қыр, бір сызық көретін боламыз. Яғни ішкі мықын қыры криста илиака интерн және де сыртқы мықын қыры криста илиака экстерн. Кейбір деректерде бұны ернеу деп жазады, яғни лябрум экстернус және де лябрум интернус. Осы екі қырдың ортасында бізде аралық сызық орналасады. Линия интермедия. Одан кейінгісі мықын сүйегі. Одан кейін мықын сүйегінің біз дұрыс көрмей қалыпты. Мықын сүйегінің сыртқы бетінде не көреміз? Сыртқы бетінде біз 3 сызықты көреміз. Бөкселік алдыңғы сызық 13 санмен көрсетілген. Одан кейін бөкселік артқы сызық линия глютея постериор, ал мынау жоғары алдыңғы сызық бұл линия глютея антериор болатын, артқы сызық линия глютея постериор, және де төменгі сызық бөкселік төменгі сызық бұл линия глютея инфериор 12 санмен көрсетілген. Одан кейін қанаттың алдыңғы жағында біз не көреміз? Яғни мынау қанаттың алдыңғы жағы. Бұл жерде біз екі қылқанды көреміз, яғни мықын сүйегінің алдыңғы жоғарғы қылқаны спина илиака антериор супериор. Одан кейін мықын сүйегінің алдыңғы төменгі қылқаны спина илиака антериор инфериор. Енді осы екеуінің арасында тілік орналасады. Мықынның алдыңғы тілігі инцизура илиака антериор орналасады. Енді бұл сүйек қанаттың артқы жағында не көреміз? Қанаттың артқы жағында біз дәл сонда екі қылқан көреміз, яғни криста илиака постериор супериор болады, яғни мықын сүйегінің артқы жоғарғы қылқаны және де мықын сүйегінің артқы төменгі қылқанын көретін боламыз. Криста илиака постериор инфериор. Бұл екеуінің ортасында мықындық артқы тілік орналасады. Инцизура илиака постериор. Одан кейінгісі бізде шонданай сүйегі. Шонданай сүйегі екі бөлімнен тұрады. Ол шонданайдың сүйегінің денесі, корпус осис және шонданай сүйегінің тармағы, рамус осис исши. Корпус осис денесі корпус осис исши және де денесі корпус осис исши. Енді бұл сүйекте біз шонданайлық төмпені ажыратамыз. Тубер исиадикум және де бұл шонданайлық төмпе бұл кеңістікті екіге бөледі, яғни екі тілікке бөледі. Бұл бірінші үлкен тілік инцизура исиадика майор не болмаса, одан кейінгісі шонданайлық кіші тілік инцизура исиадика минор, яғни кіші шонданайлық тілік. Одан кейінгі бізде қасақа сүйегі. Қасақа сүйегі бұл 3 бөлімнен тұрады. Ол бірінші денесінен және де екі тармағынан тұратын болады.
бұл жоғарғы тармақ және төменгі тармақ. Корпус, рамус. Одан кейінгісі бізде жоғарғы тармақ рамус супериор және де төменгі тармағы рамус инфериордан тұрады. Одан кейін бұл жерде үш сүйек бірігіп бір тесік құрайды. Бұл бізде жапқыштық тесік деп аталады. Форамен обтураториум. Және де бұл төменгі тармақта біз симфизтік бет ажыратамыз. Яғни екі сүйектің бір-бірімен бірігуіне арналған бет фациес симфизиалис деп аталады. Одан кейінгісі екі тармақ қосылған жерде бізде қасағалық төмпешік орналасады. Яғни туберкулум пубикум орналасады. Екі қасаға сүйегінің қосылу аймағында. Одан кейін үш сүйек бірігіп бізде ұршық ойысын құрайды. Ұршық ойысы яғни ортан жіліктің басы кеп осы жамбас сүйектерімен бірігетін буын. Ұршық буыны. Ұршық буынында ұршықтық ойыс құрайды. Бұл үш сүйек бірігіп, оны біз ацетабуль деп атайтын боламыз. Және бұл жерде нені ажыратамыз? Бұл жерде бірінші жартылай тәрізді бетті ажыратамыз. Фациес луната. Мына айға ұқсап бет тұрған бұл фациес луната. Одан кейін ұршықтық ойыс шұңқыр, фос ацетабуль. Осының ішкі жағын біз ұршықтық шұңқыр деп атаймыз. Фос ацетабуль. Одан кейін бізде ұршықтық ойыс тілігі болады. Мына екеуінің бірікпей қалған жері бұл бізде тілік. Инцизура ацетабуль. Одан кейін бізде ұршықтық ойыс жиегін ажыратамыз. Жасылмен көрініп тұрған марго ацетабуль. Бұл ұршық ойысына жоғарыда атап өткендей ортан жіліктің басы кеп бекиді.